Ассаламу алейкум. Еліміздің бас арнасының тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақтыгүл. Алдағы 3 жылда Астанадан Токио, Сингапур және Гонконг сияқты жетекші қаржы орталықтарына ашатын жаңа халықаралық бағыттар ашылады. Бұл елорданы әлемдік деңгейдегі қаржы орталығына айналдыруға белгілі мөлшерде оң әсер ететін болады. Оған қоса Алматы маңында авиациялық хаб құрылады деп күтілуде. Ал көлік тасымалдар жүйесі мен транзитті дамыту мақсатында республикалық маңыздағы 7000 шақырымнан астам автомобиль жолдары қайта жаңғыртылатын болады. Оларда ақы алу жүйесін енгізу жоспарланған. Елбасы мақаласында атап көрсетілгенде 2022 жылға қарай жол жүруден түскен түсімдер шамамен 41 миллиард теңгеге жетеді. Бұл қаражат республикалық маңыздағы автожолдарға түгелдей күтім жасауға мүмкіндік береді. Қазақстанда халықаралық көліктік коммуникациялық ағындарға интеграциялау мақсатында мультимодальды еуразиялық трансқұрлықтық дәлізін құру жобасы басталды. Ол жүктердің Азиядан Еуропаға кедергісіз транзитін қамтамасыз етеді. Жүк жеткізу құнын 2 еседен астам төмендетеді. Қазақстандық маршруттарға қосымша жүк ағындарын тарту көліктің барлық түрлері мен транзиттік тасымалда 2020 жылы қазіргі 18 миллион тоннадан 33 миллион тоннаға дейін және 2030 жылы 50 миллион тоннаға дейін ұлғайтуға жағдай жасайды. Сот және құқық қорғау жүйесін жаңғырту бағытында Қазақстанда батыл қадамдар жасалды. Мақсат сот төрелігіне деген халық сенімін арттыру. Қабылданған нақты заңдар бар. Атап айтқанда азаматтық іс жүргізу кодексі мен жаңа жоғарғы сот кеңес туралы заң қабылданды. Сондай-ақ сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы заңға, қылмыстық іс жүргізу және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстерге өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Мемлекеттік салаға қатысты елбасы бастамаларын маңғыстаулық жұрт қызу талқылап жатыр. Әсіресе меритократия қағидатының енгізілуін құптап отыр. Ал сыр жұртшылығы жергілікті өзін-өзі басқару уақытындағы маңызды міндеттерге ерекше ықылас танытуда. Әріптесім Бақтияр Хамит жалғастырады. Еңбегіне қарай өнбегі, яки кім қанша жұмыс істесе, сонша ақы алу керек. Маңғыстау қарттары елбасы мақаласында нақ осы мәселенің көрініс тапқанын қуана қабылдады. Өңірлік ардагерлер кеңесінің төрағасы Амангелді Ғұмарұлының пайымдауынша, президент өз ойын халық көкейіндегі сан сауалдармен шебер ұштастырған. Елбасы халқымыздың, сол азаматтардың еңбек ақысына өте жоғары көңіл болып отыр. Бұл еңбек ақы алатын әрбір азаматтың өзінің еңбегіне байланысты. Қалай еңбек етсең, солай ақы аласың. Жақсы істеген азаматтарға жеке бонус арқылы еңбек етеді. Бүгінде мемлекеттік органдарға жүктелген міндет көп. Аз ғана маманмен қыруар шаруаны сапалы орындау мүмкін бола бермейді. Сондықтан елбасының мемлекеттік функциялардың кейбірін жергілікті өзін-өзі басқаруға беру туралы бастамасы оң шешім дейді Қызылордадағы қалалық мәслихатының хатшысы Ибадулла Құттықожаев. Жергілікті жерлерде қоғамдастықпен сайланатын әкімдерді келісу, оларға қосымша өкілеттер беру, яғни сол жердегі абаттандыру жұмысы, қоғамдық тәртіп мәселесі, жер телімдерін заңды пайдалану мәселесі, салықтың да бірнеше түрлерін түсімдерін өздеріне қалдыру мәселелері осы қоғамдастықтардың жұмысын одан әрі күшейтеді. Елбасы мақаласы несібесін жерден терген теріскейдегі ағайынға да жағымды жаңалық жеткізді. Ол 100 миллион гектар жерді жекеменшікке беру туралы бастама. Өңір диқандары бұл мемлекет үшінде, меншік иесі үшінде тиімді дейді. Бақтияр Хамит аймақ тілшілерінің көмегімен хабар. Жалпы осы мемлекеттік қызмет саласында бетбұрысты кезең басталды деуге толық негіз бар. Бұдан былай жекелеген мемлекеттік қызметшілер қызметтік баспанамен қамтамасыз етіледі. Саладағы осы және өзге де жаңашылдықтар мемлекеттік қызмет туралы жаңа заңның негізінде жүзеге асады. Құжаттың өзге де артықшылықтары туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз мақаласында тарқата жазған. Мемлекеттік қызметшіге еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі оның біліктілігі мен атқаратын жұмысының сипатына, көлемі мен нәтижесіне байланысты заң тұрғысынан бекітіледі. Аса нәтижелі қызмет үшін бонустар төлеу қарастырылған. Мұндай жүйені 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланып отыр дейді ұлт көшбасшысы. Қазақстандық жаңа бастамаларды еуропалық саясаткерлер де құптап отыр. Норвегияның бұрынғы премьер-министрі Хеле Магне Бундевик саясатқа аралас бұрын дін қызметкер болған. Ол Қазақстан президентінің халық бірлігі туралы идеяларына ерекше қызығушылық танытады. Бұл елдегі тұрақтылықты сақтаудағы айқын ұстаным дейді сарапшы. When I was Prime Minister of Norway,
Норвегияның премьер-министрі болған кезде Қазақстанға сапар жасаған болатын. Сол кезде мен өзіме бірнеше түйін шығарған едім. Біріншіден, сіздер дінаралық диалогқа басымдық бересіздер. Бұл туралы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен кезде де айттыңыздар. Бұл өте маңызды. Күн сайын әлемде әртүрлі дін өкілдері шиеленісіп жатқан көріп отырмыз. Екіншіден, ядролық қаруға қарсы бастама. Бұл мәселе тұрғысында да Қазақстан көп елге үлгі. Сонымен қатар сіздер мақсаттарыңызға жетіп, Еуропа мен Азияны жалғап тұрған нағыз көпірге айналдыңыздар. Елбасы мақаласымен түрік сарапшылар да танысып, онда айтылған өзекті бастамаларға пікір білдіруде. Әлем елдері экономикалық қиындықтардың құрсауында қалғанда, Қазақстан халықты ұлы мұратқа ұйыстыратын ұлт жоспарын қабылдап, барлық салалар бойынша кең ауқымда реформаларды қолға алуда. Онымен тәуелсіздігінің ширек ғасырына аяқ басқан жасампаз елдің батыл шешім деп бағалаймын дейді. Марпара Групп стратегиялық және әлеуметтік зерттеу орталығының төрағасы Аккан Сувер. Бұл ауқымды реформаға қазақ елі тыңғылықты дайындалғанын осы мақаладан оқып білдім. Кәсіби мемлекет қалыптастыру, экономиканы оңтайландыру мен инвестиция тарту, әлеуметтік жаңғыру және өңдеуші салаға 10 трансұлттық корпорацияны тарту жөніндегі тың идея көңіліме қонды. Себебі әлемге әйгілі компаниялар ел экономикасына қыруар инвестиция құюмен қатар өзімен бірге инновация жаңашылдық та алып келеді. Ал бұл Қазақстанның өндірістік әлеуетін арттыруға кеңінен жол ашады. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ливияда қос бірдей теракт болып салдарынан бірнеше ондаған адам көз жұмды. Расланов мұнайлы портында жанкешті мінген көлік жарылып, 7 адам ажал құшты. Тағы 10 шақты тұрғын жарақат алған. Ал елдің солтүстік батысындағы Излитен қаласында полицейлердің жаттығу орталығында жарылғыш сат орнатылған көліктің күлі көкке ұшты. Салдарынан 70 адам қаза тауып, 200-ге тарта тұрғын жараланған. Терактілер үшін жауапкершілікті Ирак және Левант ұйымының лаңкестері өз мойнына алды. Ал Парижде сақшылар терактілік шабуыл жасамақ болған ер адамды атып өлтірді. Ол қолына пышақ алып, Аллаху акбар деген айқаймен полиция ғимаратына баса көктеп кірмекші болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, кемін тексеру кезінде жанкештінің қалтасынан Ирак және Левант лаңкестік ұйымының белгісі бейнеленген қағаз бен араб тілінде жазылған қолжазба табылған. Онда басбұзар бұл адамға Сирияда қаза болған азаматтар үшін барғанын жазған. Тергеу барысында 20 жастағы ер адамның мароккалық азамат екені анықталды. Осыған дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылған көрінеді. Бүгін екінші күн отандастарымыз Санкт-Петербордан Алматыға ұша алмай отыр. Бастапқыда КС-136 рейсімен Алматыға бет алуы тиіс болған ұшақ техникалық ақауларға байланысты ұшуын тоқтатқан. Сол себепті жолаушылардың басым бөлігі өзге рейстермен ұшуға мәжбүр болды. Алайда бірқатары әлі де көмекке зәру. Бұл туралы Индира Хаметчина есімді жолаушы Фейсбуктегі парақшасында жазған. Жолаушыларды елге жеткізу үшін жіберілген Air Астананың екінші ұшағы да Пулково әуежайына уақытында жете алмады. Ішкі рейстерде осыған ұқсас келеңсіздік болды. БКР компаниясының Өскеменнен Алматыға бет алған ұшағы кешкі сағат 8-де Шымкентке қонуға мәжбүр болды. Компания өкілдерінің айтуынша бұл жағдайға ауа райының қолайсыздығы себеп. 107 жолаушы 5 сағаттай Шымкент әуежайында аялдап, таңғы сағат 9-дан кейін ғана сапарын жалғастыра алды. Соңғы ақпарат бойынша тұман сейілгеннен кейін Алматыға қарай рейсті орындау мүмкін болған. Ауа райының қолайсыздығы көлік байланысына да кедергісін келтіруде. Бүгін Ақмола облысында барлық бағыттарға шығатын жолдар жабылды. Бұл ақпаратты Қазавтожол компаниясы таратты. Қарағанды облысында да жолдар көк мұз. Осыған байланысты Екатеринбург-Алматы автожолының Балқаш қаласынан Жамбыл облысына дейінгі аумағында көлік қозғалысына шектеу қойылды. Тәні саудың жаны сау. Солтүстік Қазақстан облысында «Мен чемпион» балалар спорт ойынның екінші кезеңі басталды. Мыңдаған оқушының басын қосқан жобаның басты мақсаты балғындарда спортқа баулу. Бүгінде бұл байқауға алғашқы ойындардан іріктеліп шыққан 123 құрама қатысып, өзара мықтын анықтап жатыр. Ал маусым айында өтетін финалдық ойындарға республикамыздың түкпір-түкпірінен және тмд елдерінен де жас өспірімдер қатысады. Айта кету керек, хабар арнасының төл туындысына айналған «Мен чемпион» балалар телевизиялық спорттық ойынның отаны Солтүстік Қазақстан облысы. Әзірге айтарымыз осы, түскі жаңалықтарымыз 13:00-де.